Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді пиццериядағыдай пицца жасайтын боламыз. Үй жағдайында бұл жерде фишкасы соусын үйренетін боласыздар. Кәдімгі саңырау құлақтан жасалған соус, оригинал соусы өте дәмді болып шығады. Осындай жұп-жұқа нәзік болып пісетін болады. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Толық түсіндіретін боламын. Ол үшін ең алдымен қамырына жылы су, дрожж, сұйық май, ұн, тұз, қант керек болады. Ыдысымызға жылы су, тұз, қант, дрожж салып жақсылап бірінші араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Айта кететін жағдай, каналыма тіркеліп алыңыздар. Үнемі жақсы рецепттер салып отырамын. Қазақша фудблогқа үлестеріңізді қосып, дамуына тіркеліп алсаңыздар, жақсы рецепттер салып отырамын. Қазақша контенттегі қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін соңында сұйық майымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды теңге екіге бөліп, жылы жерге ашығанға қойып қойдым. Мен печкенің ішіне салып қойдым. 35 минутта ашыды менің қамырым. Салмасына моцарелла сыры, сары май, пияз, 20% сливки, саңырауқұлақ керек болады. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Неғұрлым майда турасаңыздар, соғұрлым тез пісетін болады. Сол үшін майда турадым. Саңырауқұлақтың осылай ішіндегі сыртын бәрін тазалап аламын. Көбісі тазаламайды, негізінде тазалаған дұрыс, өйткені керек емес нәрседе оны жеуге болмайды. Уланып та қалуы мүмкін, балдар жейтін болғаннан кейін. Осылай барлығын ішінің сыртын бәрін тазалап алдым осылай. Ішіндегісін чайный ложкамен алып тастасаңыздар, осылай тез алынады. Майдалап турап аламыз, көбіктап. Турап болғаннан кейін моцарелла сырын осылай теркадан өткізіп алдым. Көп керек емес, бір 50 грамм, 100 граммда керек болады. Пиццаның үстіне қоямын деп, осындай 3 саңырауқұлақ алып қалғанмын. Осылай кесіп аласыздар оны да. Қара жерлерін кейіннен алып тастадым. Копченый тауық еті бұл жерде. Копченый тауық етін табамасаңыздар, кәдімгі қайнатылып, суытылған тауық еті бола береді. Осылай жұп-жұқа етіп турап аламыз оны да. Қызып тұрған тапамызға сары майымызды салып, сары майды бірінші ертіп аламыз. Еріп болғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, қып-қызыл қуыратын боламыз. Көп қуырудың қажет жоқ негізінде. 2-3 минуттай қуырдым. Үстіне саңырауқұлағымызды салып, араластырып, кішкене қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салдым. Кішкене қуырып аламыз. Үстіне сырды салып, бір араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне сливки құямыз. 1-2 минуттай бұқтырасыздар, болды. Көп бұқтырып жүрсеңіздер, соусымыз қоюланып кетеді, бізге ол керек емес. Қазірдің өзіне қоюланып кетті. Блендерлеп алдым, негізінде ол міндетті емес, осылай жаға берсеңіздер де болады. Мен блендерледім. Осылай блендерлеп аласыздар жақсылап. Сонымен соусымыз дайын, өте дәмді соус болып шығады. Қамырымызды осылай 3-4 көтеріледі. Қолымызды кішкене майлап алып, қолдарыңызбен жайып шықсаңыздар да болады. Өздеріңізде қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Маған осылай қолмен жайған ыңғайлы. Кейбіреулер оқтаумен жаяды, ол да болады негізінде. Ортасы жұқа, жан-жағы кішкене қалыңдау көрінсе әдемі көрінеді. 3 ас қасық толтырып, соусын құйып, осылай жағып шықтым. Жағып шыққаннан кейін үстіне сыр себетін боламыз. Көбірек сепсеңіздер, пиццаларыңыз дәмді болады. Тауық етін осылай қойып шықтым. Соңында осылай саңырауқұлақтарды қоямыз. Алдын ала қызып тұрған 250 градус температурада печкеде 8 минут, болмасам
10 минуттай пісіріп аласыздар. Духовкаларыңызға байланысты менде 8 минутта пісіп шықты. Сонымен өте дәмді пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецептін WhatsApp-қа басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.